Баршаңызға сәлем, мен Туйханова Гүлжанат. Бүгінгі бөлімде сіздерге қажетті деген топ фразалармен таныстыратын боламын. Егер сіз шетелге шығуды жоспарлап жүрген болсаңыз, онда бұл сөздер сіздерге міндетті түрде қажет болады. Жақсы, таныс емес орта, таныс емес адамдар сізге көмек қажет болатындығы сөзсіз. Ең бірінші сіз не деу керексіз? Excuse me, I need your help. Кешіріңіз, маған сіздің көмегіңіз қажет болып тұр. Не болмаса, can you help me? Сіз маған көмектесе аласыз ба? Сіз сұрағыңызды қоясыз, өзіңізге қажетті ақпаратты алуға болады. Келесі сөз баршамызға таныс болуы мүмкін. Әрине бұл сіз өзіңізді таныстыру қажет жөнінде болады. My name is Гүлжанат. Менің атым Гүлжанат. What is your name? Сіздің атыңыз кім? Сенің атың кім? Жақсы, өзіңізді таныстырасыз, қарсы тараптың атын сұрайсыз, және де сіз өзіңіз туралы айта кетуіңіз керек. I'm first time in the city. Мен бұл қалада бірінші рет болып тұрмын. Не болмаса, I came here to travel. Мен бұл жерге саяхаттап келдім. I'm from Kazakhstan. Мен Қазақстаннамын. Жақсы, біз саяхатымызды жалғастырудамыз. Бізде баратын жерлер өте көп. Сіз бару жолын сұрау керексіз, қалай жетуге болады? How do I get to? Баратын жеріңіздің атауын айтасыз, қалай жету жөнінде сұрап алуға болады. Мысалы, how do I get to Hanafiya Street? Мына зат қалай аталады? How do you say this? How do you say this? Мына зат қалай аталады? Біз білмеген заттарымыздың атауын сұрап алуға болады, қолымызды нұсқау арқылы. Жақсы. Саяхаттап жүрміз. Сонымен қатар саяхат барысында біз өзімізге қажетті заттарды сатып алу қажеттігі туындайды. Мейлі ол заттай болсын, мейлі ол мысалы қарнымыз ашқан кезде белгілі бір жерге барып тамақтану қажет болады. Сол кезде сіз бағасын сұрау қажет. Осы кезде сіз не деу керексіз? How much is this? Мынау қанша тұрады? Не болмаса, сол аралықта жақын жерде өзіңізге қажетті орынды сұрап алу мүмкіндігі туады. Бұл жағдайда сіздер бұлай сұрауларыңызға болады. Is there a cafe near here? Не болмаса, is there a shop near here? Жақын жерде дүкен бар ма? Өзіңізге қажетті затты алдыңыз, енді төлем жасау қажеттігі туындайды. Бұл кезде біз қалай айтуымыз керек? Can I pay in cash? Мен төлемді